Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Тоқтасова Айзада. Бүгін мен сіздерге Canva приложениесі арқылы қалай PDF кітапшаны жасау керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін біз бірінші Gmail почтаны ашып, Canva приложениесін жүктеп алып, одан кейін екеуісін тіркеу керек. Одан кейін біздің көріп тұрғанымыздай осындай Canva парақшасы ашылады. Бұл парақшаның, жалпы бұл приложениенің мүмкіндігі өте көп, түрлі дизайндар жасауға болады, макеттер, документтер, видеолар және обложкалар жасауға болады. Жүктегеннен кейін осы бірінші бетіндегі парақшамен таныссаңыздар да болады. Қараңыздар. Мына қараңыздар, дизайндар, мен жасаған дизайндар көрсетіліп тұр, иә. Одан кейін публикация, Instagram публикациясын жасауға болады, презентация, логотиптер, история, анимациясы бар, түрлі социальный сеттерге арналған анимациялар бар, обложкалар, историялар істеуге бір жалпы мүмкіндігі, жұмыс жасау мүмкіндігі өте көп. Енді біз бүгін PDF кітапша жасайтын боламыз. Ол үшін біз создать дизайнға кіреміз. Осы жерде A4 форматын таңдаймыз. Ол үшін бізде A4 A деген әріп ағылшынша әріпі болу керек. А ағылшынша. Так. Егер де орысша А таңдайтын болсаңыздар, ол әріп оқымайды. Міне документ формате A4 дейді. Біздің алдымызда мынандай парақша ашылды. Бұл A4 форматы. Біз қазір осыны киіндіреміз, былайша айтқанда. Қарап тұрсаңыздар, сол жақ жолақшада бірнеше элементтер көрсетілген. Ол шаблондар, міне түрлі шаблондар бізге берілген. Бұл жерде тегін және ақылы версиялары бар. Оны өздеріңіз таңдаған обложка шаблонға байланысты. Одан кейін загрузить деген, бұл жерде сіздердің компьютеріңіздағы суреттерді таңдайсыздар, иә, болмаса видео керек болса, өздеріңізге керек видеолар таңдасаңыздар болады. Келесі фото дейді. Бұл жерде сіздерге дайын фото беріледі, болмаса жаңағы сіздің жүктеген суреттеріңізді біреусін таңдауға болады. Элементі дейді, бұл жерде элементі де өте көп, күшті, керемет. Осы жерде бізге элементтілерді, қараңыздар, түрлі фигураларды көрсетеді. Фигура, линия, жалпы мына ашып қараңыздар, танысыңыздар. Көбінесе маған қазіргі таңда осы жерден рамканы біреусін таңдаймын. Енді текст, осы жерде текстің шаблондары берілген, размерлерде. Бірақ осы жердегі шаблондардың, яғни текстің мәтінін жазатын болсаңыздар, қазақша шрифті кейбіреулері оқымайды. Соған назар аударасыздар. Жалпы мұны видео, өздерінің дайын видеолар бар және фон. Ал енді кеттік. Бір шаблонды таңдайық. Так, бір шаблонды таңдаймыз. Мысалға, мына бір таңдайық. Бізге енді осы жерге осы обложканы мына жерді алып тастасақ та болады, иә. Мысалға, но маған керек жоқ дейік. Мысалға. Мысалға, осыны жаздық дейік. Мұны қараңыз, бұл шрифт бізде оқиды. Біз бұның шрифтін өзгерткіміз келіп тұр дейік мұны. Біз не істейміз? Аламызда мына жердегі шрифттардың біреусін таңдаймыз. Қарап көреміз. Так, бұл келмейді екен. Мысалға, мынаны оқып көреміз. Өзімізге керек шрифтті таңдаймыз. Жарайды, мұна бола қойсын. Одан кейін ортасына тұрады, шетіне қою дегендер болады. Енді бізге түсін таңдасақ болады. Так, мына цвет текста көк, қызылдау, иә, мейл қызыл қала берсін. Енді қараңыздар, мына жерге бізге мәтін қою керек. Мысалға, мен алдын ала мәтін дайындап қойған болатын. Текст для PDF деп жазып қойдым. Ctrl-A, Ctrl-S, копировал. Так, енді мына жерге мынаны копировать етіп, удалить етем да, өзіме керектіні ставить етем. Бұл жерде маған қазақша шрифт болу керек. Бұл жерде енді өзімізге керек шрифтті таңдайық. Так. Жарайды, осы бола қойсын. Бұл жерде менің шрифтім қазақша оқымай тұр. Мынаны біз үлкейтсек те болады, кішірейтсек те болады. Бүйтіп
астындағы фондардың бәрін осылай өз қолыңызбен редактировать етіп отырасыздар. Бүйтіп кішірейте салайын мейлі. Мынаны былай қойдық дейік. Болмаса, осылай текстті қоясыздар ғой, мен мына жерде енді жарты сөйлемін алып тастай салайын. Оққанға оңай болсын, мысалға мұны. Енді қараңыздар, мен осылай жасадым делік, маған бәрі ұнап тұр. Енді дәл тағы да арғары тексті мен жалғастырғым келсе, мен не істеймін? Мен мына жерге тағы да добавить страницу деп екінші парақшаны ашам. Жоқ, маған бұл керек емес, маған бұл ұнамайды десе, мына көктің үстін басамыз да, delete бассақ, таза парақша шығарып береді. Жоқ, мен осыны жалғастырам, осы бола берсін дейтін болсаңыз, мынау копировать страницу деген басақ, тура осыны шығарып береді. Аламыз да біз не істейміз? Мына жерге нені қалған жаңағы керек сөздерімізді, яғни сөйлемімізді, мәтінді қоямыз да жалғастырамыз. Болды. Жалпы бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бізге сурет қою керек. Біз не істейміз? Копировать ете саламыз. Осы жерде біз текстті алып тастағымыз келіп тұр. Так, Ctrl басып, шрифт басатын болсақ, үшінші парақшаға кіре аламыз. Так, үлкейтіп, кішірейтіп, Так, мына жерде мұны көріп тұрсаңыздар, үлкейтіп, кішірейтуге болады. Так, енді үшінші парақшаға келдік. Мына жерде мен мәтінді алып тастаймын. Жалпы алып тастаймын. Енді мен не істеймін? Маған не керек? Маған элементидің ішінде маған не керек? Рамка керек. Осы жерде мен біреусін таңдаймын. Қазір өзіме ұнаған таңдағым келіп тұр. Енді қаланың сурет болғанымен қаламен сызған сияқты қылып, мына біреусін таңдаймын. Шет-шетін ұстап редактировать етемін. Мұны қараңыздар, өйстіп редактировать етемін. Енді осының ішіне мен сурет салғым келіп тұр. Мен фотоға барып таңдағымсам да болады. Жоқ, мен загрузить деп өзімнің суретімді таңдаймын. Загрузить изображение дейміз. Устройство дейміз. Устройство дейміз біздің компьютеріміздағы құжаттар, Осының ішіне біз қазір өзіміз алдын ала біз суретімізді, мәтінді, ссылкалар бәрін дайындап қоямыз. Рабочий столдың үстінде менде для PDF деген папка бар. Осының ішіне мына бір суретті таңдаймын. Открыть деймін. Мына, қазір шығады. Мына шықты. Енді осы суретті таңдаймын да, осы суретті ұстап тұрып, мына рамканың үстіне апарып әкеліп қоя саламын. Көрдіңіздер ме? Менің суретім шыға келді. Енді қараңыздар, болды. Енді менімен байланысқысы келетін адам болатын болса, мен ең соңында мына жерге екінші парақшаға, кішкене процентін үлкейтейін. Ең үлкен парақшаға менімен байланысқысы келетін адамдарға мен өзімнің WhatsApp, Instagram, ВКонтакте желісіндегі сілтемелерімді қоямын. Ол үшін мен не істеймін? Ол үшін мен жаңағында загружать еткен WhatsApp, Instagramдарды көрсем, тағы да көрсетейін. Мұның устройствоға барамыз. Өзімізге мысал Instagram парақшамызды, мен WhatsAppты жүктедім, Instagramды жүктеп қояйық. Мұны қазір жүктелді. Көрдіңіздер ме? Осы жерге осы Instagramды таңдаймыз, қоямыз, кішірейтеміз, бәрін өзіміз от руки редактировать етеміз. Мұны кетті. Тағы да WhatsAppты көрсетеміз. Ойбай. Так, осылай қате кетіп қалса, отменить дегенді басасыздар. Көрдіңіздер ме? Так, мұны біреусін таңдадық, бұны да кішірейтеміз. Енді біз осы WhatsAppты, Instagramды басқан кезде, біздің Instagram парақшамызға, болмаса WhatsAppқа байланысқа шығатындай жағдай жасау керек ссылка арқылы. Енді қараңыздар, Instagram немесе WhatsApp. WhatsAppты алайық, мұны WhatsAppты басамыз. Мына жерде 3 нүкте бар, осыны еще дегенді басамыз да, мына жерде екі скрепкаға ұқсаған ссылканы басамыз. Осы жерге добавить ссылку деген жерде мен алдын ала дайындап қойған WhatsApp сілтемем бар. Мына ссылка WhatsApp деп дайындап қойған бар. Осыны мен не істеймін? Копировать етем. Копировал. Ctrl-S копировать. Қайттан мен жаңа канвама барамын. Так, добавить. Мұны кетті. Применить. Болды, осы жерге сақталды. Дәл осылай Инстаграмда да, осы жерде мысалы Инстаграмда ашасыздар, войти дейсіздер, мына жерін бәрін толтырасыздар, одан кейін сілтемен мына жақтан жоғары жағынан сіздер осыны алып, мына осы сілтемесін қоя саласыздар. Мен енді қазір бұны толтырған жоқпын. Уақытты алмайын дедім. Так, мұны кеттіге. Енді біз бұның бәрін не істейміз? Болды, бәрі жақсы, бәрі дайын. Фотоны қойдық, тексті таңдадық, элементтердің біреусін таңдадық. Мен тағы мына жерде элементтердің ішінен біз рамканы таңдадық, Так, мұны енді бұл жерге айталық бір смайлик қойын. Айталық.
Мынаны қоя сал. Бұны да қоюға болады бүйтіп. Мынаны басасыздар. Көрдіңіздер ма? Изменить расположение. Так, енді кеттік. Бұны енді не істейміз? Біз бұны енді жүктеуіміз керек, біз сақтау керекпіз. Ол үшін біз скачать дегенді басамыз. Осы жерде бізге неше түрлісін береді, варианттар. Бізге рекомендуемый дегенді басамыз. PDF файл для печати деген таңдаймыз. Одан кейін метки жағы бізге 3 парақша керек болып тұрма, осы 3 парақшаның бәрін белгілейміз птичкамен. Готово дейміз, скачать. Сақталып жатыр, жүктеліп жатыр. Жүктелді. Қай жаққа жүктелді? Бұл біздің телефонымызға жүктелді. Так, енді осыны ашып көреміз. Мына, ашылды, я. Енді біз осының ссылкасын қалай аламыз? Біз бұның ссылкасын 3 нүктеге басамыз. Так, жоқ, бұл жерге бармаймыз. Біз бұл жерге неге барамыз? Так, сервиске барамыз, сөйтеміз, диск Google-ды таңдаймыз. Диск Google таңдағаннен создать деген тұр, осы создать-ты басамыз. Загрузить файл. Бұл файл бізге қай жерде сақталды? Ол бізде загрузить дегеннің ішінде тұр. Мына, загрузиттің ішіне басатын болсақ, мына, мысалға, мынау формат, е? PDF. Бұл жерді қарайтын болсақ, бұл жерді көрсету керек. Қай файл еді дейтін болсақ, атында жазып қойымызға болады. Так. Мына классный деген таңдаймыз. Енді открыть. Қазір ашылады бізге бұл. Мына қараңыздар, шықты. Енді осыны ашамыз. Классный дегенді ашамыз. Так. Техникалық ақаулықтар. Мына желілік бизнесті аштық, я. Енді осы жерде 3 нүктені басамыз да, открыть доступ дейміз. Ашылып жатыр. Мына жерде нені басамыз? Разрешить доступ всем, у кого есть ссылка дегенді басамыз. Окей. Мына біздегі берілген ссылка. Осы копировать ссылку дейміз. Скопирована дейміз. Енді осыны барып тексеріп көрейік. Тексеріп көреміз. Мына жерді басамыз, қойып көрейік. Enter. Мына біздің парақшамызды елдер осылай ашып көре алады. Түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, сіздермен бірге мен Айзада.